Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз бір жасағынан сәтті шығатын осындай өте дәмді балалардың сүйіп жейтін фриін дайындайтын боламыз. Бұны кез келген қонақтарыңызға да ұсынсаңыз болады. Бір жасағынан өте сәтті және тез дайындалатын фри. Мен барлығын бірдей көлемде картоп осылай сыртын ашып тазартып алдым. Барлығы бірдей көлемде. Осындай ұзынша болған дұрыс. Фрейміз өте әдемі, көрнекті шығады. Сол кезде осылай ыдыстарымызды дайындап алып, қалыңдығын бірдей етіп бөліп алатын боламын, осылай турап. Осындай қалыңдықта турайтын боламын, барлығын бірдей етіп. Егерде бірі жұқа, бірі қалың болса, ол кезде фрейміз сәтті шықпайды. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Қарап отырғандарыңыздай барлығы бір келке туралып жатыр. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Міне фрейіміздің картоплын осылай турап дайындап алдық. Ендігі кезекте осы дайын фрейімізді қайнап тұрған ыстық суға салатын боламыз. Жартылай пісіріп аламыз. Міне барлығы бірдей көлемде ұзынша етіп туралған, қалыңдықтары бірдей. Міндетті түрде қайнап тұрған су болу қажет. Картоплыңыздың көлеміне қарап саласыздар. Мен осылай суымнан сәл аз қылып картоплымды салдым. Мен екі бөліп пісіретін боламын. Және тұз дәміне қарай салатын боламыз. Осылай шанышқының көмегімен араластыра отырып қарап отырамыз. Өйткені картоптарымыз жабысып қалуы мүмкін. Міне жартылай пісті картоплымыз. Ендігі кезекте осылай сүзекінің көмегімен жақсылап сүзіп аламыз. Міндетті түрде жай отта 5 минуттай қайнағаса жеткілікті. Осы картоптарымызды осылай үлкен легенге салып, осылай жайып қойсаңыздар да болады. Суытып алуымыз қажет міндетті түрде. Енді кезекте түрлі дәмдеуіштер саламыз. Мен сарымсақ, яғни чеснокты майдалап ұсақтап турап араластыратын боламын, және паприка қосамын. Дәміне қарай өздеріңіз түрлі дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Міне паприка. Бір шай қасық қосатын боламын паприка. Дәмін өте керемет етеді. Және жарты шай қасық қара бұрыш салатын боламын. Осылай түрлі дәмдеуіштеріңізді өздеріңізге қажетті дәмдеуіштеріңізді сала берсеңіздер болады. Енді кезекте мен жарты кесе ұнды осылай бөліп қосатын боламын. Барлығы ұнға араласуы қажет. Сол кезде майсыз фри дайын болады. Майсыз, таза қытырлақ фри дайын болады. Міндетті түрде ұн қосып жасаңыздар. Мен міндетті түрде осылай суға қайнатып пісіремін. Өйткені майға піскен картоптың қуырылған кезде іші шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін майды қатты отта қыздырып, осы фриларымды салатын боламын. Сол кезде сырты ғана қызарып қатты болып піседі. Яғни сыртында ұн болғаннан кейін қытырлақ болып өте дәмді фри дайын болады.
майдың көлеміне қарап, ыдысымызға қарап осылай картоптарымызды бөліп пісіретін боламыз. Және сарымсағымыз араласпай бөлініп шыққан соң сүзекінің көмегімен сүзіп алсаңыздар да болады, немесе тұра берсе де болады, өйткені дәмін өте керемет етеді. Осылай сүзекінің көмегімен сүзіп алатын боламын. Фрейімізді қатты отта, қатты қызғанмайда осылай тез қыздырып, күйдіріп пісіріп алатын боламын. Қараңыздар, сол кезде сырты қытырлап әдемі піседі. Сырты қытырлақ қызыл болған кезде ала берсеңіздер болады, өйткені іші толықтай піскен. Міне барлық фрейіміз дайын болды. Қараңыздар, көлемдері барлығы бірдей. Дәмі өте керемет, қытырлақ фрей дайын болды. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар.